Жігіт едік әр қашанда алшы тұрған асығы, кеудеде қан, бойда қуат, білекте күш тасыды. Қарсы келіп алысқандар қалды тұрмай иленіп, бізді көрген кей мақтылар алыс жүрді именіп. Енді ойланам, ер болсақ та білек күші тасыған, әңгімеміз өте арзан, есі шыққан, сасыған. Жүректерде мейірім жоқ, қарадақтар қатқаннық, қарқ-қарқ күліп, істеп жүрген күнәмізбен мақтандық. Жәбірлейміз біреулерді, тіпті тонап ұрамыз, зина еді мақтан етер ең сүйікті күнәміз. Ісімізде, сөзімізде тек сылдырсу май емес, денемізге, жасымызға ой өреміз сай емес. Уақыт өтіп зымырады, көп күнді артқа тастадық. Жиналдық та біз бір күні сасық сұхбат бастадық. Біздің сабаз, сері жандар таудан тастан қайтқан ба, бір-бірінен асып түсті зина жайын айтқанда. Біреу айтты, мен бәрінен асып түскен батырмын, себебі мен 15-тегі оқушыны қатырдым. Дедім мен де, сен балақай бүгін менен ұтылдың, деп келдім де сөйлемімді қатырдым мен бітірдім. Арамызда мақтанбаған қалды сары қу ғана, даусың қырнап, бір жұтынып, қарап тұрды қулана. Мен сендердей тым тұрақсыз өте ақымақ емеспін. Бір аруға бір ай барам, одан кейін елеспін. Сүйемін деп, күйемін деп ресторанға шақырам, жарым етіп аламын деп тура бір ай қатырам. Қазір міне тура сондай бір сорлыдан келемін. Анда-санда беріп қоям тиын тебен керегін. Обал не, ол бір байғұс алады деп сеніп жүр. Жай айтамын, қатты айтамын, бәріне де көніп жүр. Бойы ұзын, шашы иықтан, сұлу көздің қарасы. Күйеуінен қайтып келген бар екен бір баласы. Осы емес пе мен сендерден бір сатыға асқаным, мас боп қалды, өз үйіне жаңа апарып тастадым. Уақытша болу жүрмін, қазір оның сыңары, арман деген ықшамаудан 100-ші үйде тұрады. Тұла бойым мұз боп кетті, сәйкестік пе бұл қалай? Тұрып кеткім келді орнымнан, ары қарай тыңдамай. Екі бетім нарттай жанып, ысып, шулап құлағым. Сәл шыдадым, түк сездірмей аты жөнін сұрадым. Сөйтсем, іште ар намысым көтермепті бекер бой. Қор қылғаны туған менің қарындасым екен ғой. Ол сарғу, өртенгенім, күйгенімді білсін бе? Қайдан білдің аты жөнін, сенде барып жүрсің бе? Деді дағы қарқ-қарқ күліп, қайта-қайта сұрады. Шарасыздық шарлап алды, жан жүрегім жылады. Қорғай алмай қарындасты намыс қалды тапталған, не дейменді жаңа ғана өз күнәммен мақтанғам. Мен қатырған арудың да намысы тік құладау. Ол да мендей бір жігіттің қарындасы шығарау. Шайтан болып көрінді де жан достарым қолдайтын. Қайттым үйге, ал жігіттер денсаулығым болмай тұр. Сыртқа шықтым, өлгім келді, бұл өмірден түңілдім. Ашуланып, қарындасым тұрған үйге жүгірдім. Кіріп келдім, үй тып-тыныш, жоқ секілді бір адам. Қарындасым шынымен мас, жатыр сезбей сұлаған. Жүзім кетті, қап-қара боп, қаным тепті басыма, өлтіруге бел байладым, тіпті сондай асыға. Ұрып әлде, буындырып өлтірсем тез табады. Шайтан маған көмек беріп әр түрлі ой салады. Уланыпты деп айтсын деп барлық газды аштым да, есік жауып, қатты ойландым, сатыға аяқ бастым да. Бір құрсаққа сый салған баурек қой біз кеше. Бір дүниеге сый алмайтын не боп қалды ендеше.
газды жаптым, қия алмадым қарындасты көрікті. Шарасызбын, екі көзге бердім енді ерікті. Мен өзіңді лас өлімге қимаймын ғой қарағым, кім береді санамдағы сан сұрақтың жауабын. Бұл қоғамды кінәладым, күнәлі істен құралған, ақырында таптым жауап қасиетті Құраннан. Құдай мені кешер деген үмітім бар күтулі, деп көздері жасқа толып әңгімесін бітірді. Ойланайық, бізде бір сәт, бұнда бізге сабақ бар. Санаңда бір сұрақ туса, соған лайық жауап бар. Серіліктен бастау алса, бүкіл қайғы, бүкіл мұң, қарындастық қорлап біткен серілікке түкірдім.